Бәрімізде болып жатқан нәрсені дейінші. Группада, туысқандар деген чат бар ғой, любой жерде бар туысқандар деген чат ше. Сол жерде именно біреу қонаққа шақырылмай қалса, или туған күнімен құттықталмай қалады, ұмытылып кетесің ғой пенде. Сол адам группадан шығып кетеді ғой. И араласпайды анау ше. Группаға қосасың, қайтадан шығып кетеді. Бар ма? Әркім өзін көріп отыр ғой. Бар, қажекелер. Қарасаңызшы, болмайтын нәрсеге не істеліп жатыр, туысқандық қарым-қатынас үзіліп, болмайтын нәрсе ол негізі ше. Оны өткізіп жіберуге болады бейді. Туысқандық үшін. Бірақ біреулер ілінеді де соған ше. Пайғамбарымыз айтады салыс. Кімде-кім туыстық қарым-қатынасты үзсе, Алла одан рахымын үзіп тастайды дейді. Өте ауыр хадис бұл ше. И туыстықты көп үзетін кісілер бар ғой, аз өмір сүреді дейді. Кімде-кім ұзақ өмір сүргісі келсе дейді, пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям, онда туыстық қарым-қатынасты үзбесін дейді.